Саламатсыздар оқушылар. Қазақ тілі 2-ші сынып, 28-ші сабақ. Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дауыссыз р мен л. Бүгінгі сабақта сен л, р әріптерінің жазылу емлесін білесің, керек сөздерден мәлімет табуды үйренесің. Олай болса, каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастайық. 40-шы жаттығу, мәтінді мәнерлеп оқы. Әкем маған ата тегімнің ата жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Осылайша 7 атаға дейін жетелеп отырып санатады. Ал келген қонақ ең алдымен атымды сұрайтын. Сонан соң менің 7 ата жөніндегі біліміме риза болатын. Маған жылы лебіздерін білдіретін. Бауыржан Момышұлының өзі туралы жазған естелігінен үзінді. Мәтін не туралы? Мәтін Бауыржан Момышұлы туралы естелік айтылған. Бауыржан әкесі қандай адам болған? Бауыржан Момышұлының әкесі ақылды әрі сабырлы адам болған. Бауыржан Момышұлының өмірбаяны туралы дерек сөздерден біліп ал. Мәтінде қара мен жазылған сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Мәтінде қара мен жазылған екі сөз бар, риза және лебіз. Оның жазылуы риза, лебіз, ал айтылған кезде ырса, лебіз деп естіледі. Бірақ естілгенімен біз алдыңғы әріптерін қоймаймыз. 41-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Лашын, лебіз, лайық, лезде, лағыл, рең, рәсім, разы, рауғаш, раушан. Лашын деп отырғанымыз ол құс. Лебіз дегеніміз ол тілек, яғни біреуге лебізіңді, тілегіңді білдіресің. Лайық дегеніміз саған сәйкес келеді, осы нәрсе деген мағынаны білдіреді. Лезде деген жылдам, тез деген мағынаны білдіреді. Келесі бізде лағыл деген мынадай тас, қымбат. Рең деген бір нәрсенің түсі, түрін айтады. Реңің әдемі екен деген сөздерде, сөйлемдерде қолданылады. Рәсім деген белгілі бір дәстүр, мысалы салт дәстүр, олардың бәрін бүгін біз рәсім өткіземіз деп айтып жатады. Разы деген риза болды деген мағынаны білдіреді. Рауғаш дегеніміз ол бізде осындай өсімдіктің түрі, және раушан деген ол гүл екенін есіңде сақта. 42-ші жаттығу мақалдарды оқып көркем жаз. Еңбек түбі рақат. 2-ші мақал жомарт қолға аспандағы лашын қонады дейді. Сөз басында л, р әріптерінің астынсыз олардың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Яғни сөз басында бізде рақат дегенде және лашын дегенде л, р әріптері келеді. Бұларды айтқан кезде рақат деген кезде рақат деп айтылатын секілді, лашын, әріптері естіледі, бірақ біз оларды жазбаймыз. Олай болса бізде осындай ереже шығады. Сөз басындағы л, р әріптерін алдынан естілгенімен олар жазылмайды. Мысалы, лақ, лағыл, рет, рас деп жазылатынын есіңде сақта. 42-ші жаттығу мақалдарды оқып көркем жаз. Еңбек түбі рақат, жомарт қолға аспандағы лашын қонады дегендегі осы мақалдарды көркем жазып аламыз. Тағы да бір рет жазылуын айтып шығайық. Рақат бізде рақат болып естіледі, лашын бізде лашын болып естіледі. 43-ші жаттығу сурет бойынша әңгіме құрастыр. Менің отбасым кешкі уақытты бірге өткізеді. Анам кешкі ас пісіреді. Атам маған домбырада ойнауды үйретеді. Әкем мен ағам шахмат ойнайды. Әжем бізге қолғапты қиды. Отбасым бірге болған уақытты жақсы көремін. Біз бақытты отбасымыз деп сурет бойынша әңгіме құрастырсаң болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.